Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бүгінгі видеода 2023 жылы зейнетке шығатын әйел кісінің зейнетақы мөлшерін салыстырмалы түрде санап көрсетемін. Яғни 38 жылдық еңбек өтілі бола тұра минималды табыс көрсеткен жағдайда қанша зейнетақы тағайындалады және максималды табыс көрсеткен жағдайда қанша зейнетақы тағайындалады. Енді зейнетақының 3 түрін алады. Ол кісі ынтымақты зейнетақы, базалық зейнетақы және НБФ-тан берілетін төлемдерді алатын болады. Ең алдымен біз ынтымақты зейнетақы үшін 1998 жылдың 1 қаңтарына дейінгі еңбек өтілін есептеп шығамыз. Сонда 218 айды есептедік. Яғни осы 218 айды біз табысының орташа көрсеткіші 56.458 теңге көбейткен жағдайда, яғни табысы төмен деңгейде болғанда 30.770 теңге ынтымақты зейнетақы тағайындалады. Ал егер де тура сол еңбек өтілімен біз жоғары зейнетақы жоғары табысымызды көрсеткен жағдайда 103.414 теңге зейнетақы тағайындалатын болады. Қарап тұрсаңыздар, бұл ынтымақты зейнетақы үшін ең басты көрсеткіш еңбек өтілі және табыс болып табылады. Келесі зейнетақы түрі базалық зейнетақы. Базалық зейнетақыны бұл кісі 100% көлемде алады. Енді осы ретте ескеріп кететіні, 38 жылдық еңбек өтілі бола тұрса да, бұл кісі 100%-дан артық базалық зейнетақыны алмайды. Себебі заң бойынша 100%-дық көрсеткіш ол 40.567 теңгені құрайды. Яғни ең төменгі күнкөріс деңгейін 100% дегенді білдіреді. Енді мемлекеттен алынатын пенсия суммасы 71.337 теңге болады, егер де табысы аз болған жағдайда, ал табысы жоғары мөлшерде болған кезде мемлекеттен алынатын зейнетақы мөлшері 143.981 теңгені құрайтын болады. Қарап тұрсаңыздар, разница 72.644 теңге мөлшерінде болады. Келесі көрсеткіш НБФ-тан алынатын төлемдер. Енді бұл кісіде бар жоғы 1.500.000 зейнетақы аударымдары болғандықтан, бұл соманы 28.397 теңгеден 4 жыл 4 ай көлемінде алатын болады. Енді егер де бұл кісі жаңағы зейнетақы аударымдарын тағы жасаған жағдайда, бұл сома көбейеді, яғни 28.397 теңгеден 5 жыл 9 ай көлемінде алатын болады. Осындай жақсы зейнетақы алу үшін міндетті түрде табысты біз жақсылап реттеуіміз қажет. Сонда сіздің еңбек өтілдеріңіз және табыстарыңыз реттеліп, жақсы зейнетақы алатын боласыздар. Консультация бойынша номерін қалдырып кетемін. Хабарласыңыздар. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.